Сәлеметсіздер. Құрметті мұғалімдер, күнделікке кіресіздер. Мысалы үшін қандай сабақтарыңыз бар? Мысалы 8-ді да орыс тілі. Мысалы ол үшін сілтемені қою үшін журнал дегенді басасыздар. Одан кейін күнтізбелік тақырыптық жоспар. Мысалы үшін өз пәндеріңізді аласыңдар. 8-ді мысалы. 8-ді да орыс тілі. Орыс тілі мен әдебиеті қарау. Осының ішінде бүгін мысалы онлайн сабақ. 16-сы 02-сі. Міне онлайн сабақ деп тұр ғой, мынау алдында қымыжы салдыңдар ғой, сол қымыжының үстінде тұр. Онлайн сабақ дегенді басасыздар. Одан кейін Zoom дегенді басасыздар. Үстіп, міне онлайн сабақтың сілтемесін осы жерге тоже салып қоясыңдар. Ол өзі автоматты түрде шығады. Сосын кіру дегенді басасыңдар. Сөйтіп сіздер Zoom-нан бірақ шығасыңдар. Өз жерде онлайн сабақты міне сабақ бере бересіңдер. Әрбір сабақтарыңызға осылай қойып қойыңыздар. Міне онлайн сабақ деп тұрсын. Сілтемені бәрібір жасайсыздар ғой, сол сілтеме секілді мына онлайнның қасына кірсеңіздер, мінекей онлайн сабақты басатын болсақ, онда біз Zoom-нан бірақ шығасыңдар. Сосын оқушыларға сілтемесін жібере бересіңдер. Оқушылардың өздері де күнделікке кіретін болса, өз жерден де кіруге болады. Одан кейін міне онлайн тапсырмаларды таңдау деген ашылды қазір. Онлайн тапсырмаларды мысал үшін күнделіктен қарауларыңа болады, немесе оқулықтар деген тапсырмалар, дайын тапсырмаларды қарауларыңызға болады. Осы жерде мысал үшін видео сабақтарды да берулеріңізге болады. Мысал үшін видео сабақтарды беретін болсаңыз, кез келген жаңа орыс тілді басасыз, мінекей. Осының ішінен сіз тауып аласыз. Орыс тілдің сабақтары өте көп. Қарап, тыңдап, балаларға жіберулеріңізге болады. Онымен қатар тест тапсырмаларында жасауларыңызға болады. Жаңа кірдік қой, міне. Тағы да көрсетейін. Мына онлайнның қасында онлайн тапсырмалар бар. Осы жерден тапсырмалар құруларыңызға болады. Әрбір мұғалім өзіне тақырыбына сай тапсырмалар құруға болады. Міне орыс тіліне басатын болсаңыздар, сіздерде қандай класс мысалы, 2-ші сынып, осы жерде программаларын таңдап, әрі қарай қосуларыңызға болады. 8-ші сыныпты басатын болсақ, рахмет. Кез келген тақырыптарды алуларыңызға болады. Осы жерде мысалы өзі дайын тапсырмалар да бар, өздеріңізді құруларыңызға болады. Рахмет.